Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, егер де сіздер күнделікті бір тағамнан жалыққан болсаңыздар, дәл осы тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше тағам жасауды бастаймыз. Ең алдымен қамырын илеп қоятын боламыз. Оған жұмыртқа, су, тұз, осы үшеуін араластыра отырып қамыр илейтін боламыз. Сондай-ақ достар, менің арнамда көптеген мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да бір жасағаннан ақ шығатын сәтті рецепттер. Сондықтан да арнамды жіберіп алмай тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Маған қажетті ет, картоп, сәбіз, тәтті бұрыш, жұмыртқа барлығын өзімнің қажетімше жақсылап турап алатын боламын. Етті алдын ала турап дайындап қойған болатынмын. Біз осыларды жақсылап турап алғанша қамырымызды жақсылап тындыратын боламыз. Сондай-ақ достар, егер де менің арнамды пайдалы деп тапсаңыз, дәл осы видеоны өздеріңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен поделиться батырмасын басу арқылы бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Барлығын турап алғаннан кейін келесі кезекте қазанымызды қыздырып, май құйып, етті қуыратын боламыз. Етіміз аздап қуырылғаннан кейін оған пиязды салып қуырамыз. Достар, көбірек пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді мен міндетті түрде оқитын боламын. Және де өздеріңіздің де рецепттеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен де сіздердің рецептпен жасап көремін. Осылайша кезекпен кезек барлық көкөністерді салып қуырамыз. Томат пастасын немесе қызанақты да қосуды ұмытпаңыздар. Ет көкөністеріміз қуырылып жатыр. Тұз, бұрышын, дәмдеуіштерін қосып, одан соң су құйып, етіміз піскенше аздап қайнататын боламыз. Осы кезекте біздің қамырымыз тынып дайын болды. Қамырдың арасына салатын аскөкті ұсақтап турап аламыз. Аскөк біздің қамырымызға өте ерекше дәм береді. Және де әркез тағамдарыңызға аскөкті қосып отырсаңыздар, аскөк денсаулыққа өте пайдалы. Әсіресе іш құрылысын жақсы жүргізеді. Дайын болған қамырымызды екі шетін баса отырып, жұқа етіп қамыр жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді кезекте сұйық майды құйып, қамырымызды дәл осылайша сұйық майлап аламыз. Тегіс барлығы сұйық майлану керек. Сол кезде біздің тестіміз жақсы пісетін болады. Осылай төрт пішті етіп, қамырларымызды кесіп дайындап аламыз. Одан соң арасына аскөкті сала отырып ораймыз. Дәл осы тағамды мантаваркада да пісірсеңіздер болады, болмаса табада да пісіріңіздер. Осылай ұзынша болып кеткен кезде ұзыншалап қойсаңыздар да болады, болмаса мен секілді екі бөлікке бөле салыңыз. Достар, мен сіздерге осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Бәрі жасағанында ақ сіздерге ұнайды, және де ерекше тағам, күнделікті дайындап жүрген тағамнан ерекше. Барлық қамырымызды дайындап алдық. Келесі кезекте табамызға салып пісіретін боламыз. Жарты сағатқа бетін жауып қойсаңыздар, біздің тағамымыз дайын болады.
Астын жай отта қойыңыздар. Иісі бұрқыраған біздің тағамымыз дайын болды. Енді оны тәрелкемізге түсіріп, дастарханымызға ұсынамыз. Өте дәмді болып шықты. Отбасыма ұнады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді арнамда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.